Баршаңызға сәлем. Бүгін біз тауық еті және брокколи қосылған салат дайындайтын боламыз. Алдын ала тауық филесі, брокколи, сухари, қызанақ, ірімшік, зәйтүн майы және қара бұрыш, тұзды бәрін осылай дайындап алдым. Енді тауық филесін алып маринадтаймыз. Мен алдын ала тауық филесін мұздатылған ертіп дайындап қойдым. Үстіне қара бұрыш, дәміне қарай тұз және кішкене майонез қосып, жақсылап араластырып, қызып тұрған духовкада 180 градуста 25 минутта пісіріп алдым. Енді брокколиді жуып, шетінен осылай турап аламыз. Бәрін осылай турап шыққаннан кейін қайнап тұрған суға салып аламыз. Қайнап тұрған суға осылай салып 3 минут қайнатамыз. Мен суға кішкене тұз қостым дәм беру үшін. Міне дайын. Енді алып аламыз судан. Салатымызды бастаймыз. Енді ыдысымызға брокколиді саламыз. Сухариді саламыз. Және мен алдын ала тауық етін суытып дайындап қойдым. Енді біркелкі етіп турап шығамыз. Тауық етін осылай әдемілеп турап болғаннан кейін қызанақты тураймыз. Ортасынан бөлеміз қызанақты. Жаман жерін алып тастап, осылай әдемілеп турап шығамыз. Енді үстіне зәйтүн майын, қара бұрышты, дәміне қарай тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Және сіздерде зәйтүн май болмаса, сұйық май құйып, араластырып шықсаңыздар болады. Міне араластырып алдық. Енді тарелкаға саламыз. Тарелкамызға салып, енді әсемдейміз. Терканы алып, үстінен ірімшікті осылай өткізіп шығамыз, әсемдеп қоямыз. Каналым ұнаватса, лайк, подписка, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Міне салатымыз дайын, өте керемет әрі дәмді шықты. Ас болсын, дайындап көріңіздер.